Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен витаминге толы баклажаннан жасалынатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең бастысы майонезсіз табиғи салат. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментария білдіріп қолдап кетіңіздер. Өте дәмді және үйдегі бар ингредиентпен жасалынатын салат. Ең алдымен осылай баклажан, 2 помидор, кенза чесногымызды жуып аламыз да, баклажанымызды әрлеу қылып турап аламыз. Осылай кубикті ірі қыла беріңіздер, себебі духовкада мы пісіріп алған кезімізде кішірейіп кетеді. Турап алған баклажандарымызды ыдысқа салып алып, тұз, сұйық май қосып жақсылап араластырып, духовкада 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бұл баклажандарымыз піскенше біз помидорымызды дәл баклажан сияқты ірілеу тураймыз. Чеснокты майда қылып тураңыздар. Чеснок майдалайтын чөркаңыз болса, тіпті керемет болады. Гинзамызды да орташалау етіп кесіп шықтық. Осылайынан енді духовкада піскен баклажанымызды кішкене суын құрап алып, оған туралған ингредиенттерді қосып, чеснок, кішкене ғана оған соевый соус қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте пайдалы салат. Біздің отбасымызда жиі желінетін салаттың түрі. Сіздер жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк, комментария білдіріп, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Ас болсын сіздерге.